Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Оқушылар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы неліктен бірінші Карл мен екінші Осман шексіз билеуші монарх бола алмады? Бірінші сабақ. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: батыс пен шығыстағы монархия формаларын, сословиелік өкілдік және шексіз билік ажырату, саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әртүрлі ел билеушілерінің қызметін салыстыру. Бағалау критерийі: батыс пен шығыстағы монархия формаларын ажырата алады. Бірінші Карл мен екінші Осман билігінің монархияның шексіз болғанын талдайды. Оқушылар, мына суретке назар аударайық. Қалай ойлайсыздар, бұлар кімдер? Бұл суретті ортақ не байланыстырады? Оқушылар, өткен сабақты бір қайталап өтейік. Мынандай сұрақтар қойылады. Бірінші сұрақ: самурай деген сөз нені білдіреді? Екінші сұрақ: Жапонияда неліктен феодалдық қоғам қалыптасты? Үшінші сұрақ: Жапон қоғамындағы феодалдың ең ірі әлеуметтік тобы кімдер? Төртінші сұрақ: Мишамото қайтыс болғаннан кейін мемлекет билігін кім иеленді? Оқушылар, енді жаңа сабағымызға тоқталып өтейік. Бірінші Карл билік құрған тұста неліктен абсолютизм дағдарысқа ұшырады? Жалпы бірінші Карл деген кім? Бірінші Карл Англия мен Шотландия және Ирландия королі. Бірінші Яков пен Анна Датскийдің екінші ұлы болған. Ерекше қабілетімен көзге түсе қоймаған. Карлдың тілі де кеш шығып, кеш жүре бастаған. Ер жеткен кезде де бірінші Карлдың денсаулығы дұрыс болмай, бойы аласа 162 сантиметр болған екен. 17 ғасырдың 30 жылдарының соңы мен 40 жылдарының бас кезінде Англияда революциялық жағдай қалыптасты. Заңсыз салықтар сауда мен өнеркәсіптің дамуын тежеді, халықтың жағдайының нашарлануына әкелді. Бірінші Яков 1625 жылы қайтыс болып, сол жылы оның мұрагері бірінші Карл таққа отырды. Ол әкесінің парламент құқығын мойындаудан бас тартқан шексіз билік туралы көзқарасын жалғастырды. Парламент наразылық білдірушілердің талаптары көрсетілген құжатты құқық туралы петиция қабылдады. Бірінші Карл парламентті таратып, 11 жыл бойы Англияда жеке дара билігін жүргізді. Бірақ король парламенттік рұқсатынсыз жаңа салықтар енгізе алмады. Шотландияда бірінші Карлдың жеке дара билігіне қарсылық ретінде көтеріліс басталды. Осы оқиғаларға орай бірінші Карл парламентті шақыруға мәжбүр болды. Ол корольға жаңа салықтарды жинауға рұқсат бермегені үшін таратылып, тарихта қысқа парламент деген атпен енді. 1640 жылы король ұзақ парламент деп аталатын жаңа парламент шақырды. Буржуазиялық ақсүйектер оппозициясының бағдарламасы екі құжатта көрсетілді: тамырлар мен бұтақтар туралы петиция және ұлы ремонстрациядан өз көрінісін тапты. Парламентпен күрестің қиын болатындығын түсінген бірінші Карл 1642 жылы қаңтарда солтүстікке кетіп, сол жылы тамызда парламентте соғыс жариялады. Елде азамат соғысы басталды. Бүкіл Англия екіге бөлінді: парламентті жақтаушылар мен феодалдық абсолюттік құрылысты жақтаушылар. Соғыс король әскерінің жеңістерімен басталды, бірақ кейіннен парламент жақтаушылары жеңіске жетті. Бірінші Карл солтүстікке қашып, шотландықтарға тұтқынға түсті. Елдегі билік әскердің қолына көшті. Король әскерін жеңу парламент актісімен бекітілді. Оқушылар, енді Осман империясының билеушісі
екінші Османның билігіне тоқталып өтейін. Екінші Осман 1604 жылы Османлы елордасы Константинопольде Османлы сұлтаны 1 Ахметтің шаңырағында дүниеге келді. 13 жастағы екінші Осман таққа отырды. Алған білімі сол вақытқа қарағанда үздік болатын. Екінші Осман өте белсенді билеуші болды және шешімдердің барлығын өзі шешкен екен. Сондай-ақ екінші Осман өзін өте қатал билеуші ретінде де көрсетті. 1621 жылы мемлекеттік төңкеріске жол бермеу үшін өзінің інісі Мехмет Шахзаданы өлім жазасына кесті. Османлы әскерінің бірнеше жеңілісінен кейін екінші Осман 1618 жылы сефевидтермен келісім-шарт жасады. Бұл келісім-шарт 1612 жылғы келісім-шартты қайталады. Содан кейін екінші Осман европалық істерге араласа бастады. Оның себебі Европада 1618-1648 жылдары болған 30 жылдық соғыс. Бұл соғыс Европаны екі топқа бөлді: Габсбургтық және антигабсбургтық. Польша Габсбургтердің жағында болды және 1619 жылы Гумен шайқасында Трансильвания әскерін жермен-жексен етті. Нәтижесінде Трансильвания князі Габр Бетлен екінші Османнан көмек сұрап, османлылар бұл соғысқа араласа бастады. 1620 жылы екінші Осман Польшаға соғыс ашып, поляктарды Молдова жеріне болған Цеца шайқасында жеңді. Келесі жылы екінші Осман үлкен әскерді Польшаға өзі бастап кірді. Алайда бұл соғыста жеңіліс тапты. Сол жағдайдан кейін ол Польшамен келісім шартын жасады. Екінші Осман 1621 жылдың қыркүйек айында Константинiyеге қайта келіп, бірнеше жаңартулар ойластырды. Ол Османлы әскерін қайта жаңғырту үшін Анадолы мен солтүстік Сирияның тұрғындарынан жаңа жасақ шығарайын деді. Себебі оған бостандықты ойлаған жаңа шеріктер ұнамады және ол өзінің жаңа жасағымен жаңа шеріктерді ауыстыруды ойлады. Сонымен қатар ол елорданы Кіші Азияға көшіргісі келді. 1622 жылы екінші Осман қажылық жасау сылтауымен Константинийден Анадолыға аттанды. 19 мамырда Қара Дәуіт Паша бастаған жаңа шеріктер көтерілісі басталды. Соның нәтижесінде екінші Осман тұтқынға алынып, келесі күні өлтірілді. Мәйіті Сұлтан Ахмет мешітінің жанындағы 1 Ахмет мазарында жерленді. Тақ Мұстафаға қайта оралды. Оқушылар, енді қалыптастырушы бағалау парағымен жұмыс жасаймыз. Ол үшін 1 Карл мен 2 Осман шексіз билеуші монарх бола алмағандығын төмендегі сұрақтар бойынша талдаңыздар және дәптерге жазып аламыз. Оқушылар, міне сабағымыздың соңына да жеттік. Бүгінгі сабақты түсініп білгендеріне байланысты мына смайликтің біреуін таңдап қорытынды жасаңыздар. Назарларыңызға рахмет.